Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын күріш көженің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап көріңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Ыдысымызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін ұсақтап туралған етімізді салып, сөлі шыққанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз осылай жақсылап қуырылғаннан кейін дайындап қойған пиязымызды да үстіне салып, 1-2-3 минут шамасында қуырып алатын боламыз. Әр көкөністі 1-2-3 минуттан жақсылап қуырып алсаңыздар, тамақтарыңызда да өте дәмді болып шығады. Одан кейінгі кезекте осындай 4 бұрышты ұсақ етіліп туралған сәбізімізді де салып, бір қуырып аламыз 2-3 минут шамасында. Одан кейін 1 ас қасық томат пастасын салып, араластырып аламыз. Ұсақтап туралған картошкамызды салып, бір қуырып алатын боламыз. Оқырмандар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте жақсы, оңай дайындалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай бір қуырып алғаннан кейін 1,5-2 литр шамасында су құйып аламыз. Су құйғаннан кейін бетін жауып, қайнағаннан кейін 1 сағат шамасында күрішті салмай тұрып қайнатып аламыз. Осындай тұзын салып. Қайнағаннан кейін астын басып 1 сағат шамасында пісіріп аламыз. Күрішімізді салып 10-15 минут шамасында тағы да қайнатып алатын боламыз. Егер қатты қою болғанын қаламасаңыздар, күрішті аз мөлшерде мен видеоның астына жазып кететін боламын. Менікі қоюлау болып шықты, өйткені күрішті көптеу салып қойыппын. Және де дәміне қарай дәмдеуіштерін салып қайнатып алатын боламыз. Міне күріш көжеміз осындай болып шықты. Қоюлау болса да өте дәмді болып шыққан. Жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәміне қарай осылай петрушка укропымызды салып ұсынатын боламыз.